Қайырлы күн, менің подписчиктерім. Біз бүгін үй жағдайындағы альфредо пастасын әзірлейміз. Екі пиязды ашып, жуып, тазалап қойдым. Енді осыны майдалап тураймын. Блендер болса, блендермен ессеңіздер де болады. Маған осылай майдалап тураған ыңғайлы. Қалауларыңызша өздеріңіз турай бересіздер. Тауықтың бір төсетін, мына пастаның, для пасты деген осында вермишелі, одан кейін сыр, сливки свежий деген қосамын и укроп қосамын. Осылай майдалап турап алдым пиязымызды. Енді мына тауықтың төсетін тураймыз. Ұзынша ет тураймыз. Мына қатты ұзын болып кетпеу керек. Біздің балдар тауықтың етін қосқанды ұнатады. Мен осы бір тауықтың төсетін бәрін қосамын. Осы ұзындықта жетеді. Қазір сіздерге көрсетемін турағанымды. Сіздер де осылай тураңыздар. Қатты ұзын болып кетсе де әдемі көрінбейді. Альфредо пастасына қойзғырық қосу керек. Біздің балдар қозғырық қосқанды вообще ұнатпайды. Сол үшін мен қозғырық қоспаймын. Сіздерде ұнататын болсаңыздар, қозғырықты міндетті түрде қосыңыздар. Ерекше дәм береді. Мен етімді осылайша турап болдым. Қатты ұзын қылмадым. Сіздер де осылай тураңыздар. Енді қызып тұрған майға пиязымызды салып қуырамыз. Осылай сарғайып қуырып болдым мен. Енді сарғайып тұрған пияздың үстінен тауықтың төсетін салып қуырамыз, араластырып тұрып. Осы тамақ ең оңай пісетін тамақ қой, паста деген. Тауықтың төсетін әбден қуырып аламыз. Сосын азғантай ғана томат саламыз. Томат қосып, араластыра отырып қуырамыз әбден. Бір шай қасық шекер саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді сарымсақты үккіштен өткіземіз. Мен сарымсақтың екі басын қосып атырмын. Мен осылай үккіштен өткізіп болдым. Қазанымызға салып, әбден араластырамыз. Сливки свежий дегеннің 34%-ін қосамын. Ірімшіктің 400 граммдығын Емнұр дегенді қосып жатырмын. Осыны үккіштен өткіземіз осылай барынша. Біз ірімшігіміз үккіштен өткізіп болдық. Бізде осыншама болды, 400 грамм. Енді қайнап тұрған соусымызға тұзымызды саламыз, қара бұршымызды саламыз, және кептірілген укропымызды саламыз. Приправа болса, приправалар қосып жіберсеңіздер болады. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған подливімізге үккіштен өткізген ірімшігімізді салып араластырамыз. Ірімшігіміз ерігенше осылай 1-2 минут араластырып қайнатамыз.
Bizde қызғылт сары соусымыз дайын болды. Қайнап тұрған суға осы пастаға арналған макаронды салып қайнатып пісіріп аламыз. Бізге осы бір пачкасы жетеді. Макаронымызды салды. Енді бетін жауып пісіріп аламыз. Енді тұзын салып, жабысқамаш үшін араластырып отырамыз. Біздің макаронымыз дайын болды. Енді суын төгіп дайындап аламыз. Дайын болған соусқа қысқыштың көмегімен макаронымызды саламыз. Макаронымызды салып болдық. Енді араластырып 5 минут бұқтырып қоямыз. Біздің альфредо пастамыз дайын болды. Енді ыдысымызға саламыз. Альфредо пастасы осындай қою болу керек. Бұған міндетті түрде қозғырықты қосу керексіздер. Бізде ұнамайтын болғаннан кейін, балдар жемейтін болғаннан кейін қоспадық. Ыстық дайын пастаның үстіне күштен өткізген ірімшігімізді саламыз. Негізі укроп қосылмайды. Біз укропты ұнататын болғандықтан укропты салдық. Сіздер салмасаңыздар да болады. Ал бәрімізге ас болсын.